Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендерім, оқушыларым. Есімім Диас Долдырбайұлы, Тараз қаласының тумасы, яғни 2018-ден бері реабилитация саласын жақсы зерттеп келдім. Аллаға мыңға шүкір, осы уақытқа дейін көптеген пациенттерді емдедім, нәтиже болып жатты. Массаж жасадым, остеопат маманы болдым, реабилитацияны оқыдым. Яғни 10 жылдық тәжірибе жинап болғаннан кейін иглотерапия курсын бастадым. Иглотерапия курсы сіздерге ең керекті нәрсе, бұл неврологиялық ауруларға көмектесетін болады. Сондықтан мен сіздерге айтып өтейін, иглотерапия курсын сіздер үшін 10 жылдық тәжірибе жинап болғаннан кейін сіздерге ұсынып отырмын. Бізде онлайн форматта және де офлайн форматта бар. Сондықтан әр қалада болсаңыз, уайымдамаңыз, үлгеріп қаласыз. Онлайн курста мендегі барлық информация, ақпараттарды бөлісіп отыратын боламын. Ал енді көп созбаймыз, уақытымызды бастаймыз. Иглотерапия курсы не үшін сіздерге керек? Иглотерапия дегеніміз не? Иглотерапия қайдан пайда болды? Соның барлығын дұрыстап сіздерге түсіндіріп өтейін. Иглотерапия курсы бұл өзіміздің көнеден келе жатқан Қытайдағы үлкен кісілеріміздің бұл тарихын сіздерге жеттіктіріп меңгергім келеді. Иглотерапия алтын ине қайдан пайда болды деген сұраққа мен сіздерге жауап беремін. Яғни бұл жерде кітапшада жазылған Хуанди Нейзин, яғни бұл кітапта айтылған меридиандарды қалай жұмыс жасау керек екені. Ал сол уақытта бір Желтый император деген кісіміз қатты науқастанып, көп кісілерден көмек сұрайды, көмегін бере алмайды. Ол кісі айтады бұйрығымен: егер де маған көмектессеңдер, сіздерді әбден алтында қаптап, сіздерге мүмкіндік өмір бақи бақытты өмір сүресіздер. Ал егер маған көмек бермесеңіздер, сіздердің бастарыңызды аламыз дейді. Сол уақытта көбісі тексереді, іздейді, зерттейді, бірақ та ауру тарихын таппай қиналысқа ұшырайды. Сол уақытта келе жатқан монах кісіміз біздің императордың бұйрығын естіп, көріп, императордың алдына барып, тамырын ұстап көре бастайды. Тамыр ұстап жатқанымызда айтып жатқаны бауыр арнасы мен жүрек арнасы дұрыс жұмыс жасамай жатқандықтан, бауыр арнасы көбінесе агрессия, депрессия, яғни ашушаңдық барлығын алып келеді. Сондықтан жүрекке нагрузка түсіп, бұл императорымыз ұйықтай алмай шығады. Содан монах тұрып ойланып, бұл кісі Желтый император, яғни император болғандықтан, инені, қара инені басын сары бояумен бояп, ертең күнде бауыр арнасына салады, жүрек арнасына салғаныңызда император көзі шәйдей ашылып, бұл монахты менің қасымдағы сен менің емдейтін учителім боласың, мені лекарым боласың деп содан басталып кеткен. Ал енді ине терапиясы бұл бірінші сіздерде өтетін инь және ян деп бөлінеді, оның ортасын си энергиясы деп айтады. Адам баласы энергиядан тұрғандықтан инь дегеніміз ішкі болады, қараңғы болады және де әйелге тәуелді болады. Ал ян дегеніміз бұл мужской, яғни еркектік, ол сыртқы және де қараңғы болатын болса, жылулық алып келеді. Ай болатын болса, қарама-қарсы күн болады. Соның барлығын ұстап тұратын біздің ортаңғы энергия син дейді, немесе у-син деп айтылады. Сондықтан меридиандар 12 тармаққа бөлінеді, ішкі және сыртқы деп. Және де екі қосымша меридиан, ол алдыңғы ортаңғы меридиан сызығы, алдымыздағы, және артқы ортаңғы меридиан сызығы болып табылады.